Енді электросамокатпен кез келген жерде емін-еркін жүре алмайсыз. Құжат талап етілмек. Электросамокат көлік құралы ретінде тануға мақұлданды. Бұл заңда қабылдау арқылы осы құралдан болатын апатты жағдайлардың алдын алмақ. Яғни 2 жыл бұрын әзірленген заң жобасының қабылдануына дәл осы құралды пайдалану арқылы орын алатын апаттардың жиілеуі себеп. Мәселен, былтыр елімізде электросамокаттардың қатысуымен 40 жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам қаза тапқан. На сегодня, к сожалению, өкінішке қарай күні бүгінге дейін электросамокаттардың қатысуымен қайғылы жағдайлар орын алуда. Сол себепті енді арнайы ереже енгізілетін уақыт келді. Өздеріңіз білетіндей, заңмен тыйым салынбаған дүниелер рұқсат етілген болып табылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында осындай шешім қабылдап отырмыз. Мәселен, жолдың оң жақ шеті бөлігінде 18 жасқа толған жүргізуші куәлігі бар, сондай-ақ басына тиісті шлем киген адамдарға жүргізуге рұқсат берілмек. Веложолақтармен жүргенде максималды жылдамдық сағатына 25 км. Дәл осы жылдамдықпен автомобиль жолына да шығуға рұқсат. Айтпақшы, енді электросамокатта жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға тыйым салынады. Сондай-ақ бағдаршамнан өткен кезде міндетті түрде самокаттан түсуіңіз қажет. Сонымен қоса, жаяу жүргіншілер жүретін жолда жылдамдықты сағатына 6 км-ден асырмау қажет. Мынандай бір шектеу болу керек қой. Адам көп жүретін жерде шектеу болу керек. Неге десеңіз, ойламаған жерден кішкентай балаларды қағып кетуге болады. Үлкен кісілерді қағып кетуге. Сол үшін обязательно шектеу болу керек. Самокаттың өзінің скоростной ограничениясының өзі 60-қа дейін барады. Жолда айдау әрине апасында ғой айдау. Тіпті 20-10-мен жүретін великтің өзіне де біз не істей алмаймыз ғой қазір. Жолға шығуға қиында, олар 60-пен басып барады, кішкентай балалар, 16-15 жасар. Оларға қызық керек, басып қызық көрейік дейді, негізі аяғы қайғылы жағдаймен аяқталып жатады. Мен дұрыс деп ойлаймын, өйткені мысалы осы самокат айдайтын жер жоқ. Оны мысалы мен өзім былай айдап көрдім. Мысалы мен әлі дұрыс қолдану білмеймін. Менде қиыншылық болды. Заң деп дұрыс деп ойлаймын. Өзіміз балаларымыз бар. Кәмелетке толмаған балалар. Қауіпсіздік сақтаған дұрыс қой. Адамдар көп жүретін жерде велик самокатпен өте қауіпті, адам қағуын өз біраз жерге барады, больницаларда түсіп жатыр. Дұрыс деп ойлаймын. Заң қабылданғаннан кейін 2 ай ішінде күшіне енбек. Дәл осы уақыт аралығы самокат тізгіндеушінің өз құқықтары мен міндеттерін білуге жеткілікті деп санайды.